Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте дәмді дайындалатын пеште пісетін пирожкидің рецептісін ұсынатын боламын. Ол үшін қамырын дайындаймыз. Алдымен ашытқы, оның үстіне қант қосамыз, жылы сүт құямыз, одан кейін жылы су құямыз, 30 граммдай сұйық май және бір кішкентай қасықпен тұз қосамыз. Және осы қоспаны барлығын араластырып аламыз. Одан кейін ең үстіне ұнды қосып, жақсылап қамыр илейміз. Ең соңында сұйық маймен бастырамыз осылай. Содан кейін жарты сағатқа нанымызды ашытуға қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына сәбіз және капустаны қосып, араластырып, үстіне тұз бұрышын қосып, маймен қуырып аламыз. Көтерілген қамырымызды кішкене бөліктерге кесіп, осылайша салмасын салып, бір-біріне жабыстырып, пирожкиді осылайша дайындап аламыз. Содан кейін противенге орналастырып, барлығының бетіне жұмыртқаның сарысын жағып 30 минуттай қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Сонда бізде осындай жұп-жұмсақ пирожкилер дайын болады. Сіздер де жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.